Түркістанда алдағы уақытта көше және учаске комитеттері құрылады. Аталған ұйымдар өз аумақтарындағы қоғамдық тәртіп пен қала тазалығын қадағалаумен айналысады. Комитет құрамынан сол аумақта тұратын ақсақалдар мен белсенді жастар, қаланың тазалығына жаны ашитын азаматтар мүше болады. Бұл ұйым мүшелері және азаматтар тегін жұмыс істейді. Бұл туралы қала әкімінің төрағалығымен өткен алқалы жиында айтылды. Облыс орталығындағы аталған бастаманы қалалық ардагерлер кеңесі көтерген. 170-нан астам тұрғыны бар Түркістанда 10-нан астам мөлтек аудан мен 900-дей көше бар. Енді шағын аудандардың әрбірінде арнайы комитеттер құрылады. Тәртіпті реттеу үшін көше комитеттерін құру жағы қарастырылып жатыр. Бұл бастаманы қолға алған ардагерлер кеңесі алдағы уақытта облыс орталығын жасыл қалаға айналдыру жағында қарастырыпты. Ол үшін әрбір үй 10, ал мекемелер 20-30 түп ағаштан ексін деген бастама көтеріп отыр. Бұл жұмысқа салқын қараған мекемелердің де жеке азаматтардың да атына да теледидардан көрсетіп отыру қажет. Номинация бойынша ережелер жасап, оны ақпарат құралдарында жариялау. Номинациялар бойынша қорытындыны қыркүйек қазан айларында шығарып, жеңімпаздарды марапаттау. Ерен еңбек еткен азаматтарды Түркістанға еңбек сіңген төс белгісімен наградтау. Бұл іске қала билігі де қолдау көрсетіп отыр. Енді комитет мүшелерінің қандай жұмыс атқаратынын айқындайтын тұжырымдама әзірленеді. Жыл соңына дейін қаладағы қоғамдық тәртіпті реттеп, қала тазалығына бақылау жүргізетін топ іске кіріседі. Сондықтан осыны жатқан соған сол топ құрып жатқан, соның ішінде кімдер органы жатқан, учаскелік жатқанына институттарда учаскелер. Осының бәрін бірнеше жүйеге тірсек, өте орынды мәселелерді айтыңыз. Сондықтан осына жатқан қолға алып, 10-15 күннің көлемінде жатқан әр орындарын жүйелеп, осы кісілерді шақырып, айтқан бұл кісілердің көздерін көп. Аталған шараны ардагерлер кеңесі елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар жол мақаласы шеңберінде қолға алып отыр. Себебі рухани жаңғыру ауылдардан, қала берді әрбір үйден басталуы тиіс. Түркістан қаласынан Мақсат Жарылқасын, Ролан Рүстемов, Ыбырай Дінәсілов, Тұран Ньюс.